Әдеттегідей сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін мен кәдімгі тігіп жүрген тырнақ құрақты тігетін боламын. Дәл осындай астына қоятын өз матамыз болу керек. Бұл 17-17 болса да болады, 18-18 болса да болады, не болмаса 20-20 қылсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызбен. Әр құрақтың өлшемі әр түрлі болады. Мен сіздерге айтқанмен сіздер басқа өлшемде тіккілеріңіз келеді. Сол себептен өлшемін өздеріңіз қалағаныңызша маталарыңыз кесіп дайындап істей берсеңіздер болады. Қазір мен тігіп жүрген құрақ үлгісін тігетін боламын, тырнақ құрақты. Осыны түсінбеген кісілер де бар екен. Сол кісілерге қайталап тігіп көрсеткенмін. Ол үшін бізге мен екі түрлі мата алдым. Біреуі көк, біреуі ақ маталар. Дәл осылай қылып ұзын қылып лента кесіп аламыз. Дәл осындай ұзын лентамыз ұзын болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, біреуі ақ, біреуі көк матадан кесіп алдым. Дәл бұл матаның несі матовый велюр деп айтылады. Матовый велюр деп іздесеңіздер шығады, базарда бар. Дәл осылай лентасын кесіп аламыз. Шетіне қоятын бұрыштарымыз біздің 4 бұрыштап кесіп аламыз. Бұрыштың ортасын кесіп, осындай бұрыш жасап аламыз. Ортасына қойған 4 бұрышты матамыз 4-4. Дәл осылай өз матамыздың ұшын тауып, ортасына қойып, дайындап аласыздар. Ал енді келесі кезек осы ақ лентамызды қойып тігетін боламыздар. Дәл осылай қойып тігеміз. Мұқият көріңіздер, содан кейін барып матаны кессеңіздер болады. Сіздер менің YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келіншектерге арналған арна десем де болады. Теп-тегін құрақ үлгілерін тігіп көрсетіп отырмын. Дәл осы мен тігіп жүрген құрақтар басқа жерлерде ақылы түрде үйретіп отыр. Ал менің арнамда өздеріңіздің қалаған ұнатқан құрақтарыңызды видеодан көріп, қайталап тіксеңіздер болады. Тіркеліп жазып алыңыздар, таныстарыңызға жіберіңіздер, сілтемесін. Астында самолетик тұрады, соны басып таныстарыңызға жіберсеңіздер болады. Ал енді тігу жолын бастаймыз. Машинкамызды қосып, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дәл осылай лентаны тігетін кезде 0,5 аламыз. Сәтіретті берсеңіздер де болады. Өте сапалы әдемі құрақ шығады. Бұл тігім соңына жеткен соң міндетті түрде лентаны кесеміз. Келесі лентаны тігетін боламыз. Келесі кезек бізде көк мата. Көк матамызды ақ матаға арнап астына қойып тігетін боламыз. Лентамыздың артығын кесіп отырамыз. Дәл осылай кесіп алдық. Ендігі кезек біз жаңа кесіп алған бұрышымызды тігеміз. Келесі бұрышымызды тігеміз.
Ендігі кезек дәл осылай айналдырып аламыз да бұрышымызды шетке шығарып аламыз. Көк матамызды тігетін боламыз. Келесі кезек бізде көк тігетін боламыз. Келесі екінші қатар бұрышымызды тігеміз. Бұрыштың басына шығып аламыз. Дәл осылай тігіп, мінекей бізде екі қатар тігілген құрағымыз осылай шықты. Келесі лентамызды тігетін боламыз. Келесі кезек арты лентаны тігеміз. Бұрышымызды тігетін боламыз.
мінекей бізде әдемі құрақ үлгісі шықты. Дәл осындай әдемі тырнауырақ шетіндегі артық маталарды кесіп алып тастаймыз. Тіккен тігісімізге жеткізбей артық матаны кесіп алып тастаймыз. Міне достар, бізде өте әдемі, ерекше әдемі тырнақ құрағымыз дайын болды. Ерекше әдемі чий құрақ. Артта мінекей бізде машинкамыз өте жақсы тігіп жатыр. Тігісі тартылмаған, теп-тегіс, артынан да байқауға болады. Өте сапалы әдемі құрақ үлгісі. Кей машиналардың астылары тартқандықтан мына беті бұжыр болып тігісіміз нашар болып көрінеді. Ал машинкаңыздың тігісі дұрыс болмаса да құрағымыз дұрыс шықпайды. Сол себептен машинканы жақсылап құрақ тігетін кезде мұқият көріп алу керек. Ерекше әдемі құрағымыз дайын. Бұл құрақ бізде чий құрақ деп аталады. Тырнақ құраққа ұқсас бұрышы бар чий құрақ. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар. Менің арнама міндетті түрде жазылып алыңыздар. Пікірлеріңіз болса қалдырыңыздар. Алдағы уақытта мен өте жақсы әдемі құрақ үлгілерін көрсетемін. Қазіргі уақытта менің қолым босамай жатыр. Сол себептен өзім тігіп жүрген құрақтарды сіздер сұраған себептен тағы бір рет тігіп көрсетейін дедім.